Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер? Бүгін мен сіздермен ерекше пирогты жасау жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге персик және де семена чия керек. Семена чияны 5 грамм өлшеп аламыз. Өлшеп алған чиямыздың үстіне шамамен 80 граммдай жылы сүтті құйып алдын ала осылай боқтырып қоямыз. Келесі қажетті затымыз шапталы. Шапталыны жуып тазалап құрғатып осылай екіге бөліп, сүйегінен ажыратып, қажет емес жерлерін алып тастап, формамызға осылай дайындап қойып аламыз. 4 дана жұмыртқамызды құрғақ ыдысымызға жарып, шай қасықпен аз қандай осы көлемде тұз және де қант. Қанттан бізге 80 грамм. Қантты дәл миксерлейтін ыдысымда өлшеп жатырмын. Және де әдейілеп бір бұрышына үйіп, сосын қажет емес бөлігін алып тастап жатырмын. Маған 80 грамм керек, соны өлшеп алдым. Сіз де дәл осылай жасасаңыз болады. Миксерлеген кезде ең төмен скороспен шамамен 3-4 минуттай миксерлейсіз. Миксерлеген жұмыртқамыз дәл осындай ақшыл сары болған кезде дайын болды деген сөз. Осы кезде пешімізді қосып қоямыз 170 градуста, және де кез келген сок немесе варенийдің шырынын бір қайнатып жіберіп, шапталымыздың үстіне құямыз ыстық күйінде. Қаласаңыз қант қоссаңыз болады. Шырынның жалпы тәттілігіне қарайсыз. Және де алдын ала боқтырып қойған чиямыздың үстіне бір қасық үлкен қасықта сұйық майды құйып, араластырып жіберіп, жұмыртқамыздың үстіне құямыз. Алдын ала ситадан өткізіп өлшеп алған 180 грамм ұнымызды салып жіберіп, барлығын араластырамыз. Астынан үстіне көтеру арқылы айландыра отырып, осылай барлығын араластырып аламыз. Бұл жерде мен ешқандай қосқыш қосқан жоқпын. Чия тұқымын жақсылап боқтырып қойып, осылай пирог жасасаңыз, оған разрыхтитель немесе сода, ондай нәрселердің қажеті жоқ. Кішкене күдіктенетін болсаңыз, онда разрыхтитель қосуға болады 1-2 грамм. Алдын ала дайындап қойған шапталымыздың үстіне дайын болған қамырымызды құйып, жазып, формамызға орналастырамыз. Дәл осы видеодағыдай жасап көріңіз міндетті түрде, және де ой пікірлеріңізді видеоның астына қалдырыңыз. Сізде қалай болып шықты бөлісіңіз. Міндетті түрде арасындағы ауасын шығарып жібереміз. Ауасын шығарып жатқан кезімізде қатты батырмай, жіңішке ағашымыздың көмегімен абайлап қана ауасын шығарамыз. Дайын болған қамырымызды қызып тұрған пешімізде 40 минутқа қалдырамыз. 40 минуттан кейін дайын болған пирогымыз дәл осылай болып шығады. Дайын болған пирогымызды тәбетіңізге қарай әсемдеп, жақындарыңызға ұсыныңыз. Видеоны көңіл бөліп қарағаныңызға көп рахмет. Дәл осы каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Дәл осы каналда мен өзімнің жасау жолдарымен үнемі бөлісіп отыратын боламын.